Неге әдемісің? Не үшін әдемісің? Керім Нұралы. Әйкерім Нұралы. Жасым 18-де. Жақсы. Әйкерім Нұралы, сен бойжеткеннің бірінші легінің қатысушысың және біздің тұрақты демеушіміз болып табыласың. Және қазіргі мына Әйкерім артында тұрған сыйлықтардың бәрі біздің байқауға арнайы дайындаған сыйлығы. Өзіңе сұрақ, не үшін бізге демеушілік жасайсың? Шындығына келгенде бойжеткен бұл демеушілік жасауға тұрарлық дүние. Және өмір бойы демеушілік болып өтсем де өкінбес едім, себебі болашағы зор. Және осындай жобаларға демеуші болған адам бақытты деп ойлаймын. Рахмет. Келесі сұрақ. Осы бойжеткен жобасына қатысқан уақытында қателеспесем, сен толығымен 5 модульға қатыса алмадың, белгілі себептермен. Бірақ өзің қатысқан 4 модульдің ішінде, ол бірінші өзіңді тану, екінші өзіңді қабылдау, яғни комплекстермен жұмыс, қарым-қатынаста және мақсаттар қоюда сен болдың. Осы 4 модульдің қайсысы өзіңе шынымен әсер етті саған? Маған өз-өзін тану ұнады қатты. Өз-өзіңді тану, иә? Себебі дейтін сұрақтар берілді, тапсырмалар берілді. Сол кезде, яғни өзіңді арғай тануға көп мүмкіндік алдым. Яғни өзіңді тану дегенде қалай? Өзіңнің құндылықтарыңды анықтадың ба, ерекшеліктеріңді? Өзімнің ерекшеліктерімді, құндылықтарымды, кемшіліктерімді және жою керек комплекстерді білдім. Біз комплекстерді жою үйреттік па? Үйрендік па? Жоқ, комплексті жою қажет жоқ, меніңше. Оны сол бар болуын қабылдау керек. Яғни ол комплекс емес, ол біздің ерекшелігіміз. Жақсы, яғни саған әсер еткені бірінші және екінші модуль болды, иә? Маған барлық әсер етті. Ең ішінде жақсы әсер еткен осы болды, иә? Мен қателеспесем, бір рет осы демеушіліктің алдында екеуміз сөйлескен уақытта сен комплекстермен жұмыс жасау маған қатты әсер етті деп айтқан болатынсың. Оның алдында мен өз-өзіме сенімсіздік, сондай нәрселер болған. Қазір сөйлессем, керісінше мен өз-өзіме қатты сеніп кеткен сияқтымын. Ол ұят емес пе, бір түрлі емес пе деп жүрсің бе? Иә. Бір жағынан дұрыс емес сияқты көрінеді, бірақ өз-өзіне сенімділік болу керек, өз-өзін бағалау керек, және өз-өзіңді жақсы көруің керек. Егер сен өз-өзін жақсы көрмесең, сен ешкім жақсы көрмейді. Сондықтан өзіңді барынша қабылдауға тырысу керек. Өзгертетін нәрселер ол уақытымен өзгереді. Ол бірден өзгерту мүмкін емес. Тамаша. Біз бұған дейін сұхбаттасқан адамдармен көбінесе әр лекке әртүрлі жаңағы модуль қаттырақ әсер еткен екен. Біздің модульде болған біздің бірінші не құнды сен үшін бұл жобада? Бұл жобада ең құнды, барлығы құнды. Негізі енді ең құнды нәрсе бұл өзіміздің қазақы қыздарды жоғалтпау. Яғни бұл бойжеткен жобасы нағыз қазақы қыздарға арналған деп ойлаймын. Сол нәрсе өте құнды. Яғни қабылдай алған адамға құнды жоба. Қабылдай алған адамға, иә? Әрбір адам, мысалы, ондағы әрбір қатысушы өзіне бір ерекше де, сол қатысушыға байланысты бір идеялар пайда болады. Мысалы, мен идеям ол сурет қой. Көрген адамдарға өзім суретімді ұқсата бастаймын. Олардың сөздерін тыңдап. Демеуші ретінде алып келген сыйлығыңды көрсетесің ба? Әрине болады. Қайтарымыз. Мына біздегі сыйлықтар. Бойжеткен жобасын ұйымдастырған демеушілердің осындай тамаша сыйлығын алған бойжеткендер не деген бақытты, иә? Күшті. Өзім де қатысып алуым керек. Рахмет, Керім бойжеткен. Бізге қанша уақыт демеуші болуға дайынсың деп сұрақ қойсам, иә? Қанша уақыт деп сұрамаңыздар, қанша боласыздар сіздер. Мәңгі жасасын, мен сіздермен мәңгі демеуші болуға дайынмын деген. Тамаша, не деген керемет, тамаша жауап.